Сәлем достар, сіздермен бүгін 2024 жыл 2-ші жарты жылдық бойынша отчет тапсыратын боламыз. Бұл отчет түрі доход болған жағдайда жұмысшысы жоқ және де упрощенка режиміндегі кәсіпкерлерге арналады. Кабинетке ЭЦП ключпен кіреміз. Отчет тапсырмас бұрын қажетті құжаттарды дайындап аламыз. Яғни осы 2-ші жарты жылдықта июль айының 1 мен декабрь айының 31 аралығындағы общий доходты өзімізге аламыз. Яғни сіз Каспи Паймен жұмыс жасасаңыз, немесе кассамен, немесе сізде наличный расчет болса, онда сол доходты өзіңізге жүктеп аласыз. Келесі қажетті құжаттар ол әлеуметтік төлемдердің анықтамалары, пенсионка, социальное отчисление, медстраховка және де ОПВР. Сосын міндетті түрде режимді анықтап аласыздар. Режим өте маңызды. Режим, егерде сіздерде упрощенка режимі болса, дәл осы видео нұсқаулықпен 910 формалы отчетты тапсырасыз. Ал егерде басқа режим болса, сол режимге байланысты формалы отчеттар бар, сол формаларды тапсыру қажет. Келесі біз угдыларды анықтаймыз және де бин аппаратын анықтаймыз. Ол үшін сервисы бөліміндегі регистрационный данныйға барамыз. Сіздер білесіздер, регистрационный данныйда міндетті түрде мұндағы датаны өзгерту қажет. Яғни өзіңіз кіріп тұрған датамен өзгертіп аласыз. Мұна жерде запросить данные деп, окей, және де проверить статус деп өзгертесіз. Сосын барып төмендегі данныйларды қараймыз. Бұл жерде бин аппаратына тоқтала кетсек, бин аппаратын біз налог төлейтін кезде қарастырамыз. Яғни налогты біз ИП тіркелген ауданға төлейміз. Егерде сіздерде ауылды жерде тіркелген болса, сол ауылдың әкімшілігіне төлейтін боласыздар. Міне мұнда 4-ші жолаққа мән беретін болсақ, бұл жерде яғни Жібек жолы ауылы. Осы Жібек жолы ауылы қай әкімшілікке қарасты? Оны міндетті түрде, егер өзіңіздің кәсіпкерлігіңіз болса, сіз оны білесіз, қай әкімшілікке қарайтынын. Ал егерде бұл жеке кәсіпкерлік басқа клиенттікі немесе басқа туысыңыздікі болса, онда тоже сұрап аласыздар. Келесі угдулар. Угдулар бұл бізде 9-ші жолақта. Яғни бұл жерде бізде таблица бар. Міне по месту жительства және де по месту нахождения. Осы екі угдыны өзімізге сақтап аламыз. Міне Қарасайский район 905. Осы екі угдыны анықтап сақтап аламыз. Енді біз отчет тапсырамыз. Отчет тапсырмас бұрын тағы да ескеретін жағдай, осы уақытқа дейінгі отчеттар бар ма, я? Соны тоже қарап алсаңыздар болады. Мұнда по месту нахождения дегеннің тұсында жеке кәсіпкерлік қашан ашылғаны көрсетіледі. Бұл жеке кәсіпкерлік 2023 жыл апрель айының 24-не ашылған екен. Яғни бұл уақытқа дейін ол кісінің отчеттары бар болу керек деген сөз. Оны да тоже қарап алсаңыздар болады. Енді отчет тапсыруға кірсеміз. Ол үшін настройки бөліміндегі настройка списка формға барамыз. Жылды таңдаймыз. Бізге 2024 жыл қажет болғандықтан 2024 910 форманы таңдаймыз. Даныларымыз шығып тұрады. 3-ші жолақтан бастап бос ұяшықтарды толықтырамыз. Полугоде, бұл жерде 2-ші жарты жылдық. Келесі ешқандай бухгалтерлік учетты қажет етпейді, не ведет деп көрсетеміз. Вид декларация жаңа көрсеткенімдей жеке кәсіпкерлік 2023 жыл апрельде ашылған. Сол себепті бұл вид декларация очередная болып табылады. Ал егерде 2-ші жарты жылдықтың айларында июль мен декабрь аралығында жеке кәсіпкерлік ашылса, онда первоначальный деп тапсырасыздар. Келесі резидент, не резидент. Қазақстан азаматы болса резидент деп көрсетесіздер. Қазақстан азаматы болмаса не резидент деп көрсетесіздер. Енді біз доход разделына келдік. Бұл жерде бізде Каспи Пай арқылы жұмыс жасаған. Пайда жұмыс жасағандықтан біз общий доходты осы жерден қараймыз. Мұнда 5 718 400 теңге болған. Сол суманы мұнда енгіземіз. Келесі бізде безналичный расчет. Бұл безналичный расчет деген сіздің картаңызға, яғни Каспи Пай арқылы түссе, онда сіз осы тұсқа жазасыз, яғни А вариантына жазасыз. Безналичный расчет. Барлық сумалар бізде Каспи Пай арқылы түскендіктен, осы суманы қайтадан біз безналичный расчетқа қайтадан жазамыз. Доходты енгізіп алдық. Яғни жаңа айтып өткенімде, бұл тек жеке кәсіпкердің өзі үшін тапсырылғандықтан,
осы данныйларды ғана толықтырамыз. Келесі 910.010 графасы бұл социальный отчислениенің доходы, яғни оны біз міндетті түрде анықтамадан қараймыз. Социальный отчислениеде қандай суммалар төленген, максималка немесе минималка, соған байланысты біз мұнда доходты енгіземіз. Міне мұнда максималка төлемдермен төлеген, максималды төлемдермен 7-ші, 8-ші және де 9, 10, 11-ші ай осы айларда максималды төлемдер төлеген. Яғни біз мұнда максималды төлемдерді енгіземіз. 2024 жыл социальный отчисление үшін максималды доход ол 595 мың. Ал минималды доход ол 85 мың. Осы 5 айды максималды доходпен төлеген, ал соңындағы 1 айды, декабрь айын минималды доходпен төлеген. Минималды бұл бізде 85 мың. Келесі екінші страницаға барамыз. Екінші страницада міне қараңыздар, уже автоматын бізде төлеген суммалар шығады, 20.825. Яғни қазір мен сіздерге справкаден көрсетем. Міне справкаде 20.825 деп көрсетіп тұр. Осылай міндетті түрде сіздер анықтамадан қарап, осында енгізесіздер. Келесі социальный отчислениені толықтай енгіздік. Енді пенсионка бойынша көрсетеміз. Пенсионка қазір анықтамасын қарайық. Пенсионка 66.112 теңге төлеген, яғни максималды төлем төлеген. Сол себепті біз тоже пенсионканы да максималды төлеммен жазамыз. 66.112 теңге, яғни 10%-нен біз 661.120 теңгеден жазамыз. 5 ай төлеген максималды төлеммен 5 айға да дәл осы суммаларды көрсетеміз. Соңғы айға декабрь айына минималды төлем жасаған, бұл жерде тоже 85 мың. Яғни 10%, 8500 теңгеден төлеген, ол 85 мың. Келесі ұяшық бізде 910.014, бұл жерде ОПВР, енді ОПВР-дің тоже анықтамасын қарайық. ОПВР-дің анықтамасын. ОПВР-ді тоже міне 9.917 теңгеден төлеген, максималды төлем төлеген. 9.917 теңгеден тоже 5 ай төлеген екен. Соңғы айға минималды төлем жасаған, ол 85 мың теңгенің 1,5%, 1275 теңге. Ең соңғы ұяшық бұл бізде 910.015, бұл жерде медициналық сақтандыру төлемдері. Медициналық сақтандыру төлемдерін барлығына төлеген. Міне қазір сіздерге анықтаманы ашып қарайын, көрсетейін. Медстраховканы сіздер білесіздер уже, яғни босатылған, босатылмаған категориялары бар. Босатылған категориялармен ылғи атап өтемін, яғни олар студенттер, алтын алқа, күміс алқа иегерлері, инвалидтер, пенсионерлер және де соғыс ардагерлері жатады. Қалған кісілердің барлығы доход болмаса да медициналық сақтандыру төлемдерін төлеуге міндетті. Медстраховканы енгізіп алдық. Енді 4-ші страницаға барамыз сразу. 3-ші страница бұл жұмысшылар үшін бізге қатысы жоқ, өйткені жұмысшы бұл кәсіпкерде жоқ. 4-ші страницада біз бин аппаратын және де УГД-ларды енгіземіз. Бин аппараты жаңа айтып өткенімдей, бин аппараты сізде ауылды жерде тіркелетін болса, сол ауыл қай әкімшілікке қарасты, сол әкімшілікті көрсетесіз. Бұл кәсіпкерде Жібек жолы ауылы өзінің жаңағы қарасты әкімшілікті көрсетеміз. Қарасайдың ішінде Жібек жолы. Осы жерде бин аппаратын қателеспей енгізулеріңізді сұраймын, өйткені бин аппараты қате болса, ол үлкен сіздерге қиындық тудырады. Міне, Жібек жолы ауылдық округін көрсетеміз. Келесі по месту нахождения. Жаңа мен сіздерге көрсеткенімдей, по месту нахождения деген жерге
ол ИП-нің тіркелген ауданын көрсетесіздер, ал по месту жительства деген жерге кәсіпкердің пропискасы бойынша тіркелген жерін көрсетесіздер. Бізде екеуі де бір жерде, уже сіздер жаттап алған шығарсыздар. Менің барлық видео нұсқаулықтарымда оны нақтылап түсіндіргенмін. Қарасай. Мұнда тоже Қарасай. Екеуі екі түрлі районда болса, мұқият мына сөздеріне қарап отырып енгізіңіздер. Міне угодыларды енгізіп алдық. Енді проверить заполнение. Ошибок нет. Окей. Бұл жаңағы отчетты отправить етпес бұрын тағы да бір отчетты өзіңіз тексеріп алыңыз. Осылайша біз енді отчетты жібереміз. Отправить в УГД деп, окей. Және де ЭЦП ключпен қол қоямыз. Окей, выбрать. Отправка успешно завершена. Окей. Енді бұл отчетты біз журнал форумнан қараймыз. Найти. Мінекей біз тапсырылған отчет разнесена болып отырды. Сонымен ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де отчет тапсыру қызметтері, ИП қызметтері қажет болса, төменге описаниеге номер қалдырамын. Кез келген сұрақ бойынша және де услугалар бойынша хабарлассаңыздар болады. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және де каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.